Мен Айтан Мұқашев, 1987 жылы 12 қазанда дүниеге келдім. Осы Қостанай облысы Арқалық қаласы, Ақшытас ауылында. 2010-да үйлендім ғой. 22 жасында. Енді біз 8 жылдай уақыт бірге тұрдық қой. 8 жылдай болды тұрғанымызға. Енді мен былай андай ауылдың ішінде жұмыс дұрыс болмады, кейін уже ақшасы аз болып, былай сырттайға жұмысқа барып, ана командировочный жұмыстарда жүрдім мен көбіне. Енді білмеймін, сол командировочный жұмысқа кетсем, Көкшетау жағында жүрдім мен, Рузаевкадан районында. Сосын ауылдың участковыйы звондап, жаңағындай келіншегің кетіп қалды, балалар тастап дейді. Сондықтан сол жұмысын тастап, қайтадан ауылға барып тура келді, сол балалардың несін қарауға, не істеуге. Сол кеткеннен хабарсыз кетті ғой енді. Ол бір рет емес, мынау екінші рет қой кеткен, осы жолы вообще хабарсыз кетті. Ал бірінші кеткенде, мысалы сол бірінші кетті, одан хабарсыз жүрді, сосын ана бір Арқалықта бір подушкасы тұрады. Сол айтып жүрді, басқа біреумен тұрып жатыр, не істеп жатыр деп. Одан келді, келгеннен сұрадым енді. Шындығыңды айт, болды. Өтірікті айтумен болды, сонымен ұрдым, иә. Содан кейін қол көтерген жоқ, одан кейін мен жұмысқа кеттім, балалармен тұрам, ойбай, енді кетпеймін деген ол. Онысы қайталанды ғой, кеттім, балаларды тастап. Мен мына жақта сыртта жаңағы Рузаевкада жұмыс істеп жүрдім. Бастығым өзі Қостанайдікі ғой, Арқалыққа жатқан кезде айтады, осындай мен Арқалыққа барайын деп жатырмын. Үйге ештеңе беріп жүрмейсіңдер ма деп. Сол арқылы ақшаны беріп жүрдім да. Енді балалар бәрі тамақ бар, не бар деген сияқты. Сөйтсем ондай жөнді тамақ алмайды, жаңағындай боянады, сыланады, жаңағындай. Арқалыққа барып сөйтіп жүрген екен. Боянуға барып, жаңағындай сылануға барып. Сондай жағдай. Ауылда магазиндерде қарыз жағалайды. Олар қарыздарын берген жоқ. Соғып мен беріп жүрген ақшамды самал жинаған ба, білмеймін, сонымен кетті ғой енді. Документ жүзінде 4 жыл бойы ажыраспай не істемей жүрдік. Енді мен мына жаққа келдім, мен жақта пропискам жөнді жоқ. Арқалыққа бардым, Арқалықтан жаңағындай неге розысқа неге берейін десем, олар айтады да, мына жаққа ол Астанада жүр, анау документін ауыстырып жатыр, біз розысқа бере алмаймыз дейді. Ажырасуға да не істей алмаймыз деп. Сонымен солай жүрдім ғой, ол жаққа келсем, ол жақта дұрыс прописка жоқ, не жоқ, сонымен солай жүрдік, 4 жылдай жүрдік. Қымбат Аманбаевна деген жаңа юрист кісі ғой. Сол кісі көмектесті жаңағындай ажырастырып, өзін істеп жаңағы. Алиментке неге бердік деген, бірақ алименттің несіне не жоқ. Одан кейін бір анау соттан звондады, айтты, сен келіншегіңізді тауып беріңіз бізге, айтсам алименттің алиментке жазған неңіз жайына қалады дейді. Мен айттым, мен шаруам ба, оны іздеуге деймін ба? Мен оны қайдан табамын деймін да, осы бәлен жыл оны білмеймін де, қай жерде жүрген, осындай кезде қайдан табамын онда. Сонымен сол тоқтады ғой, алимент ештеңе жоқ. Өзім бардым, жаңа неге халық қызмет көрсететін жерге барып, жаңағындай документ тапсырайын десем, олар айтады, 3 жыл сен осында Астанада пропискада болуың керексің дейді. Сол 3 жылдан кейін келіп, только сол кезде ғана очередке қоямыз дейді. Оған менің осы енді 1,5 жыл болды ма, прописка отырған 1,5 жыл болды, әлі 1,5 жыл күту керек, сосын бару керек та, очередке тұру үшін өзім бару керек. Былай үй мәселесі сол осы, қазір осы жер үйді снимать етіп жатырмын. 90 мыңға снимать етіп жатырмын. Балалар сұрайды, былай баламен ойнайды ғой далада, енді бәрінің әке шешесі бар, сондай нені істейді. Сонда балалар сұрайды екен жаңа, сендердің мамаларың қайда деп. Сондай кезде келіп сұрайды менен. Біздің мамамыз қайда, келмей ма деп. Сосын сол кездерде сондай нелерді айтамын. Мамаларың кетті ғой, енді білмеймін, келмейді жар. Келсе хабарласпай ма дедім. Жағдайларың сұрамаймын, сендердің жағдайларыңды сұрамайды, жоқ бізде. Кетті, бізде мама жоқ дедім. Солай ғана жауап берем, басқа қалай жауап беретінін білмеймін. Осы үй мәселесі ғана қинайды ғой адамды, осы ай сайын несі келеді, квартплатасы келеді, жаңағындай. Суы бар, светі бар деген. 4 баламен басқа үйлері мысалы бермейді, ешкім кіргізбейді 4 баламен. Осындай жер үйлер нелер ғана болады, сондай ғана осы алып жатырмыз.